Kızıl ürük, suyup kaldım ben seni görüp. Kızıl ürük, koyçu mağan көңіл bölüp. Жоқ, айтпағымыз қырғызстандық қызыл өрік емес, қырғызстандық нөмірлік көлік. Ұрланған деп айта алмаймыз, бірақ ұрын келгені рас. Қыр астындағы ағайын сыйладым деп сенім хат жазады, осылайша кедендік баж салығын төлеместен біздің елге асады. Сонымен нөмірі қырғызстандық, өмірі қазақстандық тұлпардың темірі, кешіріңіз, сүйегі кімдікі? Я за машину родину продал. Что? Тап осы фильм кейіпкері сынды. Кей қазақстандық азаматтар автокөлікке бола отанын сатады. Анығы темір тұлпар үшін емес, мемлекеттік номер үшін. Елімізде кедендік баж салығының бағасы қымбаттағалы, көлікті қырғыз жерінде тіркеудің дәурені қалықтады. Сосын моңғолиялық бөтте көп. Қысқасы, көшелерімізде сарала көк нөмірлер қаптады. Ол экстремалды, Шумахерде емес. Бірақ қатты жылдамдықпен, әрі жол ережесін бұзып жүруге мәжбүр. Қырғызстандық нөмірлі көлікті мінгелі бері. Негізі қымбат көліктерге қалта көтере бермейді әрине. Сол себептен Қырғызстанда $6000 жақсы көлік алып келуге болады. Бірақ неге екенін білмеймін, біздің үкімет сондай нәрсеге тыйым салып, сондай бір қиын жағдайға түсіп тұрған жайымыз бар. Бұралаң жол, қуыс жер, үйлердің қалтарысы. Бұлар Жәнібектің қазіргі қалыпты маршруты. Қысқа тар жолдармен жүріп, май қызметкерлерінің тығылып жүруге тура келеді. Оның бұл әрекеттері сол темір тұлпарын қорғағаны. Өйткені қазақстандық жолдардағы қырғыздың қызыл нөмірлі көлігінің көбі өз үйіне жете алмай жатыр. Злостный нарушитель, если у меня еще есть время, я не просрочил еще. Сәуір келгелі, Алматы жүргізушілерінің қалы тәуір болмады. Мұндағы жол полициясы мен кедендік бақылау комитетінің аңшылығы күшті. Стран Таможенного союза, они имеют право ввести машину, уплатив сумму обеспечения на полгода, а граждане Кыргызской республики, они могут возить без уплаты таможенных обеспечений, на год могут возить. Аталмыш заң талаптары негізінде автомашиналар депортацияланады. Бірақ заңнан көрі қарабастың қамын артық көретін көлік иелері кеденменен келісімге келмекші. Я приобрел машину год назад, ездил год здесь и поймали безвременной ввоза, как таможенной декларации. И получается, нарушили закон. Я не знал об этом. Алматылық полиция қызметкерлеріне белгілісі. Жыл басынан бері жол ережесін бұзу бойынша 2000-нің үстінде хаттама толтырылыпты. Ал айыппұлды төлету мүмкін емес. Өйткені көліктің ресми иесі қияндағы Қырғызстанда. Олардың мемлекеттік белгілі нөмірі біздің стационарлық бейне камералар арқылы оқылмайды. Тағы бір тұс. Әлгі темір тұлпарлар біздің елімізде техникалық байқаудан өтпейді. Темірдің тозатындығы тұрғысынан қарағанда тексеруден өтпегеннің ертеңгі өксігі осындай жағдайға алып келмесе игі. Бұл тұста кімді кінәлаған жөн? Жүгенсіз жүргізушіні ме, әлде кедендегі кемістікті ме? Осы орайда көлік саудасының көрігін қыздырып жүргендердің бір құпиясын ашса. Арзан бағаға араб әмірліктерінен темір тұлпарды сатып алып Қырғызстанда тіркетеді. Себебі ол жақта барлық құжат бір ғимаратта рәсімделеді. Нөмірде жасалады, сенімхатта жазып береді. Тоқ етері қағаз аямайды олар. Қырғызстан Республикасының азаматы иесі осы машинаны шекара арқылы заңды өткізіп беріп, Қордай ауылынан бастап бері қарай Қазақстан Республикасының азаматына тигеннен кейін бұл заңсыз болып келіп жатыр. 2012 жылы кедендік талаптарды бұзған 165 көлік айып тұрағына тоғытылған. Құжаттарын тексеру барысында ел аумағына заңсыз енгені анықталған. Осыдан кейін әкімшілік сот көлік иелеріне 1,5 миллион теңге мөлшерінде айып салып, 160 көлікті ел аумағынан шығару туралы шешім шығарған. Осы жылдың 1-тоқсанында 316 әкімшілік іс қозғалған. Енді бұл көліктер құжат жүзіндегі отанын аттанады. Онда барған соң жүргізушілердің алдында екі ғана таңдау бар. Не көлігін сатып, жаяулатып елге қайту. Болмаса, Қырғыз Республикасының азаматы болып тіркелу. Ал кедендік баж салығын төлеу, яғни көлік құнының 3 есе ақшасын беру. Қараша халыққа қиын мәселе.
Әзірге депортация тұзағына түспегендер енді ебін тауып екі асауға тырысады. Негізінде номер жасайтын адамдар бар деп естігем Шымкент жақта. $1000-ға сондайға келісіп істеуге болады деп естідім. Тым болмаса сол жаққа барып номер жасатып алармын.